Сәлем достар, сіздермен бірге мен Райка Токобуга. Бүгін мен жаңа сериал, яғни бұл сериалдың аты бізде жаңа жетімдер үйінің екінші сериясы, яғни бұл соңғы сериясы. Ал кеттік. Точно осы ма? Бағана мен қайтып бара жатқанда директор балаларға ұрсып жатқан. Не деп? Бізге тек бірінші куәгерлер керек. Куәгерді қазір шақырамын. Осылама куәгер? Осы екеуі. Көрдіңдер ғой, директор ұрсып жатқан көрдік. Ана жерден қайтып бара жатыр едік. Кіріңдер ішке, істерім сендермен болсын деп айтты. Өлі масқара, осындайда қатыгез адамдар бола ма? Және де бір андай дубинкамен ұрып жатқан. Қыздар қорқып қалған секілді. Қасқа балалар қор болды. Жарайды, ішке кіріп ұстап алайық онда. Неге сендер бағана дұрыс отыра алмайсыңдар, Сіздер тұтқынды алыңыздар. Не дейсіз? Сіздер не, сонда балаларды қорқыласыздар ма? Сіздер тұтқынды алыңыздар, жүріңіздер тез. Бізде 3 куәгер бар. Біз жай ескертумен ескертілдіргі дискотека айтып жатқанбыз, балалар, Онда неге балалар мұңайып тұр? Қане балалар, айтыңдаршы, сендерді ұрып соға ма? Ұрып соғады. Кейде өлімсіреген қыз деп айтады. Біз олай айтпаймыз. Сен қате естіп кеткен шығарсың. Тағы кім айтады? Мен де айтады. Тағы? Бәріміз айтады почти. Жақсы болған екен. Қазір сізді сотқа соттатамыз. Бас бостандықтарыңыз айырылып. Қалай сонда? Өтінемін, кешіріңізші. Жоқ, кешіре алмайды екенбіз ал. Не істейсіз? Неге ұрасыз балаларды бірінші? Соған жауап беріңізші. Соған жауап беріңіз. Мен сіздерді бірінші баста өте жақсы деп ойлағанмын. Біз ондай емеспіз, өтінеміз, бізді кешіріңізші. Жоқ, мүлде кешіре алмайды екенбіз. Дұрыс айтасың. Мен оларға жыным келді. Бәріміздің де жынымыз келіп тұр. Сіздерді соттатамыз. Қазір біздер жаңа бір тәрбиеші жалдаймыз. Жаңа тәрбиеші жалдамасақ? Дұрыс айтасыздар, Лайла деген бір тәрбиеші бар. Соны жалдайық, ол өте жас. Жақсы, онда соны жалдайық, сіздерді қазір алып кетеміз. Балалар, сендер мұңаймаңдар, жарай ма? Жарайды. Сендерді бір ата-аналарың алып кетеді. Расымен айтасыз ба? Мен өте қатты қуаныштымын. Бәріміз де қуаныштымыз. Рахмет сізге. Рахмет, Онда рахметті маған емес. Арай апаларың айтыңдар. Арай апасы шыға қойыңыз. Қыздар, маған рахмет етіп қойыңдар, ол қашы жоқ. Өзі де кеп қапты ғой, тәрбиешіңіз. Шақырып қойған беріңіздер. Шақырып қойғанбыз. Жақсы болды ғой. Онда балалар, сау болыңдар. Саламатсыңдар мен балалар. Саламатсыз ба, апай? Сіз ба Лайла деген? Мен Лайла деген. Апай, әдемісіз ғой? Рахмет. Жасыңыз қаншада? 23-те. Қой, отыра береміз бе? Барып көңіл көтерейік. Жарайды, апай. Жақсы, апай, жүріңізші. Жарайды, асығып бара жатсың ба? Қатты асығып бара жатырмыз. Балалар, мына жақта қойған ойындарын ойнаңдар. Мен ойнамаймын, құппен отырамыз. Отыра берейікші. Мен құрпымен секіремін. Секірген қатты жақсы көремін. Бірге секірейік. Жарайды.
Инге секірсем бола ма? Я, болады. Біз кітап оқимыз. Жоқ, мен гитара, барабан. Мақұл, мен кітап оқимын. О, балалар, сен өте жақсысыңдар ғой. Апай, сізге көп рахмет. Мен зырғанамын. Апай, сіз өте кішкентай бала секілдісіз. Жарайды. Ой, өте күшті. Кәдімнен бір нәрсе алып шығайын. Мындай аларайын. Қыздар, мындай ойнаймыз ба? Апа, біз ойнайықшы. Жарайды, алыңдар неме. Ала қойыңдар, ойнаңдар. Ұстаңдар. Балалар, қырылмаңдар, бәрін жетеді. Бір кетші жоғылшы. Біз әкем тұрайын. Мынандай жарай ма? Жақсы апай, рахмет сізге көп-көп. Бірақ апай, қарағыңыз бар екен. Жарайды, рахмет. Сен не істеп жатсың? Мен барабан тартып жатқанмын. Барабан тартып жатсың ба? Мен тағанда ойындар бар екен. Тым жоқ. Мә, апай, өте керемет нажақ. Солайша барлығы өте керемет болады. Кейбір қыздарды ата-аналары алып кетеді, ал кейбіреулерін алып кетпейді. Кейбіреуін алып кетпегендерді Лайла ханым күтуші, яғни сол асырап алады. Бұлар бақытты өмір сүреді. Достар, бұл